Халқымыздың ең көп тараған музыкалық аспабы 2 шекті, 19 пернелі домбыра жайлы бірер сөз. Нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра. Халықтың арман аңсарынан шежіре шерткен киелі аспап бүгінде жасарып, жаңғырып келеді. Дегенмен ел арасында домбыра өзінің қоңыр үнінен айырылып барады деген пікір бар. Өйткені қазіргі шеберлер оған бұрынғыдай мал шегін емес, жасанды нейлон шек тағады дейді зерттеушілер. Енді қазіргі шектерді мына неменелерден жасайды да, содан кейін шарылдап жататын, қырылдап жататын, содан кейін оймен қабыспайтын, құлаққа жағымсыз естіліп жататын жағдай сол. Енді қанша керемет күйші болса да, оның қолындағы домбырасының ішегі, ішкі адамның сезімімен, өнерімен астаспай қалып жататын, содан деп қараймыз. Ал қарсы тараптың айтуынша малдың шегі қолға түсе бермейді, ұзақ шертуге шыдамайды, тез үзіліп қалады. Біз осының бәрін ескере отырып, арнайы тәжірибе жасадық. Этнограф, күйші және қолөнер шеберінің басын қосып, 2 шекті өзара салыстырдық. Алдымен домбыраға классикалық нейлон шек тағып шертіп көрейік. Енді дәл осы домбыраға иіріліп ширатылған қой шегін тағайық. Сонда ғана дұрыс қорытынды шығарып, әділ бағасын беруге болады. Міне қос шекті кезек-кезек сынақтан өткіздік. Екеуінде дәстүрлі қалақ домбыраға тақтық. Екеуінде бір күйшіге шерткіздік. Екеуімен де Құрманғазының Қайран шешем күйін орындадық. Этнограф Болат Бопайұлына қой шегінің дауысын апты. Дауысында өте әдемі, жанға жақын, күмбірлі, сыңғырлы, жүрекке жылы тиетін бір түрлі тірі дауыс бар да, анау жаңағы нейлін кішкене алыстау, салқындау, суықтау сезілді. Сондықтан мен осы шекті дұрыстап, жасап, домбыраның байырғы ата-бабалар ұстанған ана қасиетті үнін осы шекпен алып келеді деп ойлаймын. Күйші Алмас Самалбекұлы да қой шегінің қою барқыт дауысына тәнті болды. Бұған дейін нейлон шектен басқаны көрмеген жас домбырашы қазақтың байырғы дәстүріне бас ұрып отыр. Қазақтың бір домбырасының бұзылмаған қазақи үнін иісін беріп отыр. Сонысымен бұл өте бір ерекшеленеді бұл домбыра. Әрине біздің қазір ұстап жүрген классикалық домбыралық үндерінен де біз сондай бір бұзылмаған үн іздейміз. Дегенмен ол классикалық домбыралар жаңа үлгіде, жаңа материалдармен, шектері басқа болып келгендіктен оның бұл қоңыр үннен өзгешелігі өте айырмашылығы көп. Қолөнер шебері Алмас Мұстафа қос шектің бірін артық, бірін кем көрмейді. Соған қарамастан, мал шегі тағылған домбыраның шешен сөйлейтінін өзі де мойындайды. Біз саспап жасаушы шебер ретінде біздің жасап жүргенімізге міне 10 шақты жылдың жүзі болды. Бірақ бізге де әлі сол көне дыбыс мысалға сұрайтыны, саз аспапта ойнайтын адамдардың қоңырлықты, сол бір күйде болады, бір езіп ойнайтын жерлер болады, шертпе күйдің жеткетін жерлер болады. Соның бәрін формамен осы шекке байланысты болады. Сондықтан біз қазір осы салада көп жұмыстар істеуіміз керек деп ойлаймын. Осымен біздің тәжірибеміз аяқталды. Ұлттың ұлы мұрасын қастерлейік. Кез келген дүниенің заманға сай жетіле беретінін де ұмытпайық. Қысқасы, ескінің қадіріне жетіп, жаңаның жақсылығын тани білейік. Домбыра 2 шекті болғанымен мүмкіндігі зор аспаптардың бірі. Онымен кез келген күрделі шетелдік шығармаларды ойнай беруге болады.